Бүгін біз миллиардтаған адам сүйген актер, каскадер, режиссер, әнші, гуманист Джеки Чанның шынайы өмірі мен көпке белгісіз деректерін айтамыз. Бірінші, пушка таңған бала. Себебі Джеки кішкентайынан тоқтаусыз қозғалыста, тентек, бір орында тұрмайтын, қабырғаға өрмелеп, секіріп жүретін. 5 жасынан бастап ата-анасы оны Пекин опера мектебіне береді. Ол жерде тәртіп темірдей қатал. Таңғы 5-те тұру, күніне 19 сағат жаттығу. Аяғы қанталап, денесі көгеріп жатса да, ол тоқтамады. Екінші, Брюс Лидің қол астындағы кішкентай каскадер. Жас Джеки Ли Брюспен бір фильмде массовка болып ойнаған. Бір сахнада Брюс Ли оны шын ұрып жібереді. Кейін кешірім сұрап, оған $100 береді. Джеки болса сол күнді өмірімдегі ең бақытты күндердің бірі дейді. Сол сәттен бастап, ол өзіне үлгі ретінде Брюс Лиді таңдайды. Бірақ кейін ол өз жолын жасайды. Ол басқаға ұқсамауы тиіс еді. Ол өзін Джеки Чан етті. 3. Сынған сүйектер мұражайы. Джеки Чан дублер қолданбайды. Ешқашан. Сондықтан оның дене бөліктерінің сынбаған жері жоқ. Бас сүйегі иық тобық, саусақ, қабырға, тіпті мойын сүйегі сынған сәттері болған. Ол өміріндегі ең қауіпті трюктердің бірі Armor of God фильмінде. Секірген кезде басы тасқа соғылып, бірнеше минут өмір мен өлім арасында жатқан. Дәрігерлер оны әрең аман алып қалады. Сол жарақат әлі күнге дейін оның басында кемір пластина болып тұр. 4. Сақтандыру компаниялары бас тартқан адам. Көп актерлер тюктер үшін миллиондап ақша төлетіп сақтандырады. Бірақ Джеки Чанды ешкім сақтандырмайды. Себебі тәуекелі тым үлкен. Оның командасы да өз трюктерін өзі жасайды. Бұл олардың қағидасы. Қорықсаң істеме, істесең қорықпа. 5. Әр фильміндегі ерекшелік. Джеки жай төбелеспейді. Ол күнделікті заттарды қару етеді. Кресло, қару, шелек, қалқан, саты, акробатика, қалам, пышақ орнына. Бұл стиль әлемде қайталанбас қолтаңбаға айналды. 6. Оскар мен әлем мойындаған тұлға. 2016 жылы Джеки Чанға Оскардың арнайы сыйлығы табысталды. Бұл марапат өнерге, еңбекке, тәуекелге берілді. 14 жылдан аса уақыт бойы ол кино әлемін өзгертті. 7. Актер ғана емес, әнші. Көп адам білмейді. Джеки Чан 20-дан астам музыкалық альбом шығарған. 8. Жеті тіл біледі. 9. Балаларына мұра қалдырмаймын деген адам. Ол көп қайырымдылық жасайды. Жетімдерге, ауруханаға, апат аймақтарына көмектеседі. Бірақ бір күні журналистер, байлығыңызды балаларыңызға қалдырасыз ба? деп сұрағанда ол, егер лайық болса, өздері табады дейді. Дәл осы сөзі әлемді шулатқан. Джеки Чан бұл тек актер емес. Бұл табандылық, еңбек, құлау және қайта тұрудың символы. Өмірі ауыр болды. Тәні қанша мәрет жараланды, бірақ ол ешқашан тоқтамады. Есте сақта, нағыз күш құлағаннан кейін қайта тұру. Джеки Чан сияқты.